Сүйек сорпасы дегеніміз не және оны қалай дайындаймыз? Толық ақпаратты білу үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Көбінесе біз тамақ дайындаған кезде малдың жеке-жеке органдарын қолданамыз да, оның сырағы, оның сіңірі, оның жілігі немесе оның сүйегі деген секілділерді екінші фонға сыру арқылы үнемі қателік жасаймыз. Біле білсеңіздер, бұлардың барлығын біріктіріп қайнату арқылы жақсы сүйек сорпасын дайындауға болады. Сүйек сорпасы дегеніміз тап-таза пробиотик. Бұл деген сөз, сорпаны ішу арқылы сіз ішегіңіздегі пайдалы бактериялардың санын көбейтесіз. Сіздер білесіздер, иммунитеттің 70% адамның ішегінде шоғырланған. Сонымен қатар, біздің физикалық қалпымызға және эмоционалды қалпымызға жауап беретін гормондардың 90% біздің ішекте бөлінеді. Бұл деген сөз, сіздің иман деңгейіңіздің жоғары болуы, мотивацияңыздың үлкен болуы, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуы, бұлардың барлығы жеке-жеке гормонға байланысты болатын болса, гормонның жақсы бөлінуі, сапалы болуы біздің ішегімізге байланысты. Сонымен қатар, сүйек сорпасының құрамында сүйектен бөлінетін темір бар, кальций бар, фосфор бар, неше түрлі амин қышқылдар, оның ішінде бір ғана глициннің өзіне тұрады. Глицин түнгі ұйқы сапасын арттырып, таңертең таң намазына жеңіл ерте оянуға көмектеседі. Сол үшін де отбасының иммунитетін көтеру үшін не ішсем болады деп ойлайтын болсаңыз, ең бірінші сіздің ойыңызға сүйек сорпасы келетін болсын. Сүйек сорпасының толық әзірленуінің қазір мен астына пост түрінде қалдырамын. Міндетті түрде оқыңыздар және сұрақ болатын болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады.